Сабақтың ұйымдастыру кезеңінде оқушылар бір-біріне жылы тілектер айтып, өзара көңілді атмосфера құрайды. Ой қозғау сәті. Оқушыларға сұрақтар қойылып, буллинг туралы түсіндіріледі және сабақтың мақсаты мен тақырыбы таныстырылады. Сабақтың ортасы. Оқушылар алдын ала берілген тапсырма бойынша буллинг тақырыбына 1-2 минуттық видео көрсетеді. Оқушылар қысқаша топпен түсіндіруге мүмкіндік алады. Буллингтен құтылуға көмектесіңіздерші. Буллингке қарсы супер қаһарман ойыны. Оқушыларға жасанды интеллект арқылы буллинг құрбаны болған кішкентай қыздың көмек сұраған бейнеролигі көрсетіледі. Әр топ супер қаһарман болып, өз көмегін көрсетіп, кеңес берулері қажет. Келесі қадам. ChatGPT немесе интернет желісі арқылы буллингке қарсы күресті бейнелейтін қысқаша комикс жасау қажет. Әр топ комиксін классқа таныстырып түсіндіреді. Сабақтың соңы. Буллингке қарсы кодекс. Әр оқушы буллингке қарсы өз ойларын қағазға жазады және оны қорапқа салады. Мұғалім буллингке қарсы кодексті талқылап, оқушыларға таныстырады. Қауіпсіздік сабағы. Тақырыбы: жедел қызмет телефон номерлері. Мұғалім оқушыларға бейнеролик көрсетеді. Ал қандай шұғыл қызмет телефондары бар? Айтшы. Жақсы, қазір айтамын. Өрт болған жағдайда үрейлеме. 101 нөміріне қоңырау шал, үйден шығып өрт сөндірушілерді қарсы ал. Егер сен заң бұзушылықты апатты көрсең, адам жоғалтып қалса және сені қорқытып жатса, 102 нөміріне қоңырау шал. Егер сен естен танған, жүрек ұстанымының белгілері, қатты тыныс жетіспеушілігі мен инсульт белгілері бар болған адамды көрсең, дереу 103 нөміріне қоңырау шал. Есте сақта: өрт сөндіруші қызмет 101, полиция 102, жедел жәрдем 103. Бейнеролик бойынша оқушылармен ой бөлісіп талқыланады. Оқушыларға жағдаяттық тапсырма беріледі, кері байланыс алынады.